Сәлем достар, көптен күткен торт және қазақша мукбанг шайларыңызды қойып маған қарай оралыңыздар. Әңгіме дүкен құрсайық. Мен сіздерге өз әңгімелерімді айтайын. Сондай тақырыптарды қозғап өздеріңіз де комментарийге жазыңыздар. Сіздердің барлық комментарийларыңызды мен оқимын, оған күмәнданбаңыздар. Және де менің осы каналымдағы ең алғаш тортпен видеомда торттың көлемі осындай болған, бірақ та іші маған ұнамай қалған болатын. Білмеймін, ол тортты неге сатып алып жүргенімді есімде жоқ. Бірақ та 3-ақ қасық, 4-ақ қасық жей алдым ғой деймін. Сол кезде барлықтарыңыз астына жазып жүрсіздер, ойбай, мынандай торт болса мен барлығын өзім жалғыз жеп қойып едім деген сияқты. Бүгін мүмкін мен барлығын жеп қоям. Өйткені бұл менің көптен бергі аңсап жүрген тортым деп айтсақ та болады. Тәтті бәліш қой енді, я, қазақша барлығымыз білеміз, бірақ торт. Рафаэлла. Бұл шіркіннің дәміне ешқандай кәмпиттің дәмі жетпейді. Дәмінде қара шай, ыстық, чемпион деген шай. Біз андай шайнекке салып қайнататын шайды да чемпион аламыз. Және мынандай пакетиктерден де аламыз. Неге мына жер мынандай болып қалды десеңіздер, өйткені мен мынаны жаңа торттың өз қорабынан алып, мында салып жатқан кезде осылай бұзып алдым. Кешіріңіздер, бірақ бұдан дәмі өзгеріп кетпейді. Қандай торт? Бұл йогуртовый торт. Өте дәмді. Менің инстаграмымна жазулы адамдар біледі. Мен март айынан бастап йогуртовый тортты армандап жүрмін, өте қатты. Қазір ол әңгімені де айтып берем. Көрейік. Көптен бергі армандап жеген тамағың 100 есе, 1000 есе дәмді болып сезіледі. Мен сіздерге айтып берейін. Март айы басталды. Ақпан айының аяғынан бастап мен өте қатты йогуртовый тортты армандадым. Йогуртовый дегеніміз қандай? Бұл мынандай. Міне. Мынаның арасында йогуртовая начинка. 2-ақ қана бисквиті бар екен мынада. Негізі мен инстаграмда салып іздеген кезде астында бір бисквит болды, үсті мынандай йогуртовый начинка болған болатын. Ондай мүмкін жасай алмайды, біздікілер білмеймін. Жалпы йогуртовый тортты өте қиын екен тапқан. Ешқандай жерде жоқ, йогуртовый торт бар ма десе. Сосын март айында, 8 наурызда менің жолдасым неде болды? Алматыда болды. Және маған өзінше торт доставка тапсырыс берген ғой. Маған кешкісін доставка келеді. Шоколад. Біздің қаладағы беткесі бір кондитерлік дүкендерінің бірі жеткізу жасайды маған. Сыртын оқымаймын, маған жолдасым жазады. Саған йогуртовый торт сен армандап жүрген деп, мені қуанып. Ол күні мен өз ата-анамның үйінде боламын. Сол үйге жасайды доставканы. Мен аламда. Ол үйді ашпаймын.
үйге алып кетемін өзімнің үйіме. Отырып аспай шаймен жеймін деп ойлаймын да. Келіп ашып қалсам, былай бүйтіп бір қасық алып қалсам, кәдімгі бисквитті торт. Творожно-сливочный крем деп тұр. Кәдімгідей, андай, ешкім жемейтін торттар болады ғой, сондай. Өте менің ол кездегі көңіл күйімнің түскенін сіздер көрмей қойыңыздар, елестетпей қойыңыздар. Өте қатты көңіл күйім түсіп кетті. Содан кейін жолдасым анарға жазды. Бұл не деген сұмдық? Мен өзімнің сүйіктіме осындай сыйлық жасайын деген кезде сіздер барлығын құрттыңыздар. Ал тапсырысты через WhatsApp арқылы қабылдайды ғой. Сонда олар сонда ғана оқыған. Дұрыстап қайтадан оқыса, менің жолдасым йогуртовый торт у вас есть деп сұраған. Олар да есть деген. Содан кейін жеткізу жасады бізге. Мен фотоға түсіріп жібердім. Сыртында да ана торттың жазылып тұр. Сливочный творожный крем. Ол тығыз крем анандай бар ғой. Творожный дәмі енді бөлек болады ғой. Амна йогуртовый деген өте жеңіл сондай. Воздушный ғой енді. Менің жолдасым оларға жазады, сіздер менің сыйлығымды құрттыңыздар, көңіл күй түсіп кетті, менің сүйіктімнің аяғы ауыр, өте аңсаған тортын жей алмай қалды деген сияқты жазылған кезде олар айтты, кешіріңіздер, 8 наурыз мереке, бізде тапсырыс дегеніміз өте көп, сондықтан біздің есіміз шығып кетті деп біз мән бермей қалыппыз. Болды. Басқа еш нәрсе жазған жоқ. Бетке стар кондитерлік магазин дүкені деп айтпай қояйын, өйткені олар жай ғана андай пиарды жақсы жасайды, жарнаманы жақсы жасайды. Сондықтан оларды барлығы біледі. Және торт деген кезде ең бірінші солар ойымызға келеді, өйткені Instagram желісінде де барлық жерде олар әрқашанда көрініп жүреді. Өте дәмді. Содан кейін жүрген жерімде барлық жерде сұрап жүрдім, йогуртовый торт деген ешқайда болған жоқ. Біз барып жүрген кафелерде, біз барып жүрген рамханаларда бұндай пирожныйларда болған жоқ. Кішкентай кезімде жегенмін осындай торт, және ол маған өте маған өзі бұлжыраған нәрселерін айтты, сондай йогуртовый торт, птичье молоко деген сияқты. Көп кісілер жақсы көрмейді, бірақ мен ондайларды жақсы көремін. Желе дегендерді. Енді желе қойдым үстіндегі. Кеше біздің үйіміздің дәл жанында бір дүкен ашылған болатын. Біз барлығымыз сонда ғана барамыз. Қазір өте жақын міне. Дәл біздің үйімізге қарама-қарсы үйде тұрған дүкен. Соған кіріп мен ішетін су алдым. Өйткені біз далаға шықтық, шөлдедік. Сусын алуға кірген кезде бір ағай кірді да, біз торттың ақшасын төлеп кетіп едік, қай жерге қалдырып қойыңыздар, бізге бере салыңыздаршы деді. Сосын мен былай тоңазытқыштарына қарап қалдым да, сырты маған өте таныс болып көрінді. Жақындап қарап қалсам, йогуртовый деп тұр ғой. Алыстан іздеп жүргенім жақыннан ақ табылды деп мақал жарысайын. Сондай іздемей кетіп едім, ол туралы ұмытып кетіп едім, үйдің дәл жанындағы дүкеннен шықты. Сондықтан бірден сатып алдық. Содан кейін сіздер үшін мукбанг түсіруді шештім. Жай ғана жеп қоймай, өйткені Инстаграмда маған ұрсып жатасыздар. Сен күнде тамақ жейсің,
сол тамақтарыңмен де түсіре берші өзі деп ұрсып жатады кейбіреулер. Мукбанг қайда, неге жоқ деп те ұрсып жатасыздар. Сондықтан сіздерге енді ерекше тамақтар түсіруге тырысып жүремін де, бірақ та олай жүрген кезде өте көп уақыт өтіп кетеді. Сондықтан осылай түсіре берейік. Егер сіздерге ұнаса, астына жазып маған оны білдіріп кетіңіздер. Бүгін 23-ші тамыз, осындай уақытта біз анам екеуміз базарларға баратынбыз, мектепке киім алу мақсатында. Және де білмеймін неге сол кездерде мамам екеуміз жиналып базарға баратынбыз кәдімгідей. Бірақ ол маған бір қуаныш сыйлағанмен арасында бір стресстік жағдайларда туындап тұратын. Сондықтан ол кездерді ойласам, менің екі түрлі көңіл күйім бар. Біріншіден қуанып жүресің, жаңа киім аласың, мектепке барамын, жаздық демалыстарымыз бітті деген сияқты. Ал екінші жағынан сен мамаңмен барасың. Және де ол кезде біздің кішкентай күнімізде қазіргі сияқты емес. Қазір ғой ата-аналар, өзің таңдай ғой, не кигің келеді, кәне деп. Жоқ, біздің кезімізде сен не кигің келеді емес, қандай киім алған дұрыс болады. Яғни оның ыңғайлылығы, оның матасы біріншіден. Ал екіншіден ол киімің басқа барлық киімдерге келе беретіндей етіп алатынбыз. Яғни мысалы спортивка. Бірақ мен спортивка көп алмайтын, мен денеге қатыспайтынмын. Дегенмен енді мысалы спортивка болса, оны біз тек қана мектепте дене шынықтыру пәніне кию үшін ғана емес, оны біз ертең бір далаға шығуға киюге болатындай, оның үсті әдемі болатындай, басқа киімдермен суық күні үстін ғана киіп шыға салатындай, солай келтіріп алғызатында. Және көп киімдер мысалы менің таңдауым емес болатын. Өйткені енді для галочки дейді ғой, орысша айтқанда, сол үшін әрине мен анам сұрайтын, қандай қайсысын алайық деген сияқты. Бірақ та егер мамама ұнамайтын бір нұсқаны айтқан болсам, ол маған айта бастайтын, ол не керек, ол мынандай киім алған дұрысырақ болады деп ойлаймын. Зато сен былай істейсің деп мына жерде мошка жүр. Мен бірақ 5-ші сыныптан бастап өзім таңдай бастадым ғой деймін. Жоқ, 6-шы сыныптан бастап, немесе 7-ші сыныптан бастап қой деймін, таңдай бастадым. Өйткені ол кезде мен білем, ұзын етіктер шықты, қыздарға арналған етік, мынандай каблукпен. Каблук болғанда ол платформа болды, бірақ жіңішке платформа болды да. Ол ең бірінші сондай етік, біздің жасымызға арналған, біздің аяқ өлшемімізге арналған бірінші етік сондай. Және базарға барған кезде барлық жерлерде енді бірдей дүниелер ғой, бірдей заттар. Соны көріп алдым да, маған ұнайды, мен мынаны алғым келеді дедім. Бірақ қатты маған ұнаған кезде мен алдыртып алатынмын, өйткені менің бір қырсық мінезім бар. Мен мысалы қатты ұнатсам бір нәрсені, мен тұрып аламын. Мен басқа ештеңеге қарамаймын, мен алдыға қарай жүрмеймін, тұрам. Маған ұнайды. Болды. Оны алмағанша біз мына жерден кетпейтін. Мен ата-анам қол көтермейтін, маған соқпайтын мені. Сондықтан да соны пайдаланып, мен осындай өзімнің мінезімді көрсеткенде енді солай үндемей тұрып алам, болды. Истерика шығарып, жылап, жерге жата қалу деген ондай болмаған никогда. Менің де қызымда болмай қойсын. Сол етікті алдық. Мектепке келсем, біздің сыныптағы бір қыздар сондай алып апты. Оныкі қара болды, менікі бордовый болды. Менің бір құрбым бар, өте жақын. Ол ауылдан келетін, мамасымен екеуі алатын. Сол кезде мен бірге жүретінмін. Егер мен мысалы бос болсам, ата-анам жіберсе, мысалы, ол кезде оның мамасы психолог.
мұғалім, енді мұғалімдердің бәрі психолог болады ғой, бірақ дұрыс жағынан тәрбиелей алды, психологияны меңгерген сияқты болып көрінеді маған. Ол өзінің қызын ести алатын. Мысалы, қысқа юбка, қара юбка алып тұр, біз мынандай ұзын юбкалар алып жатсақ мектепке, ол қысқа бір юбканы ұнатып қалды, сосын мамасы күліп, өзіңе ұнады ма? Давай наса алайық саған деп күліп тұрды да алды. Ол жерде менің шоке болды. Мен ойладым, осылай да істеуге болады екен ғой мамаларға негізінде деген сияқты ой болды. Сіздер жалпы қалай болып жатсыздар, мектепке баратын оқушылар болса, қалай дайындалып жатырсыздар, жазып кетіңіздер, маған өте қызық оқыған. Және канцелярияны да базардан алатынбыз ғой. Қазір міне осы 2-3 жұма бұрын мен тырнақтарға барғанмын, тырнақ жасайтын мастерім базардың ішінде орналасқан сауда үйінде отырады, қабылдайды, және де базар арқылы жүресің ғой. Сол кезде мен өткен жолдан 3 адамды көрдім, канцелярский товар сатып тұрған. Кәдімгідей барлығын жайып тастап, сөйтіп тұрған. Біз де сөйтіп базардан алатынбыз. Шаң-шаң, кір-кір, адамдар көп. Ана жерде білмеймін, таңдау да жоқ, не бар, соның арасынан таңдап аласың, болды деген сияқты сөйтіп жасайтынбыз. Одан кейін бертін келе, нешінші сыныпта енді? Білмеймін, 7-ші сыныпта ма, 6-ші сыныпта ма, енді соған дейін ылғи базардан алып жүрдік те. Одан кейін бізде девяточка деген магазин болды. Девяточка деген дүкен ашылды. Ішінде құрал жабдықтар ма, канцелярия. Және біз сол магазинге барсақ, мамам енді бағаларын біледі былай, салыстыра келе, базардағылар қымбатырақ болып шықты. Сондықтан біз сол девяточкадан ала бастадық. Ол жер таза, өте үлкен, таңдау көп. Өзің былай жүресің де, қарап барлығын таңдап аласың да, келіп ең аяғында оның барлығын санайды да ақшасын беріп кете бересің. Шаң емес, тап-таза жерде, өте маған ыңғайлы, жайлы болды. Сол жерден алған. Ол да менің миыма түң деп кірді. Ең бірінші жайлылық. Әшейін осы базардан алу керек екен деп ала берген деген дұрыс емес деп ойлаймын енді. Білмеймін, барлығы енді өз ойым ғана ғой. Сіздер мектепке қалай дайындалып жатырсыздар, жазып кетіңіздер. Маған өте қызық болады. Осындай мукбангтар сіздерге ұнаса, лайк басып кетіңіздер осы видеоға. Өте үлкен рахметімді білдіретін боламын. Және де қазақша мукбангтар әрине болады. Маған тек қана сіздердің қолдауларыңыз қажет. Мені көретіндіктеріңіз үшін, күтетіндеріңіз үшін үлкен рахмет. Астында Instagram парақшама сілтеме қалдырып қоямын. Әр видеомның астында ол сілтемелер бар. Сол арқылы өтіп жазылып кетіңіздер. Сол жерде интерактив жүргізетін боламыз. Сіздерге үлкен рахмет. Пока.